Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға сансыз салауаттар мен сәлемдер болсын. Ассаламу алейкум, досым, қалың қалай? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгінгі ең соңғы дәрісіміз жәннатқа баратын бала қандай бала болады? Досым, әрбір мұсылманның арманы Алланың разылығына бөленіп жәннатқа кіру. Жәннатқа бару үшін біздер жақсы істер жасап, көркем мінезді болуға тырысуымыз керек. Алланы жақсы көретін бала жәннатқа ұмтылған бала болып есептелінеді. Аллаға сенеді, оның бұйрықтарын орындауға тырысады. Намаз оқиды, Құран оқиды, дұға жасайды, ата-анасын құрметтейді. Алланың ең сүйікті құлдарының бірі ата-анасына көмектесетін, әкесін сыйлайтын, ата-анасы үшін дұға жасайтын бала. Жәннатқа ұмтылған бала достарына көмектеседі, кішілерге қамқор болады, жануарларға мейірім етеді, ешкімді ренжітпейді. Адал, шыншыл бала өтірік айтпайды, аманатқа қиянат жасамайды, әрқашан шындықты айтады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам шыншыл болуды үйретті. Жәннатқа ұмтылған бала үлкендермен сыпайы сөйлеседі, сәлем береді, рұқсат сұрап кіреді, әдепті сөздерді қолданылады. Кейде ойыннан ұтылып қалса да, мүмкін кейде қалаған нәрсесін бірден ала алмаса да, ол ренжіп ашуланбайды, сабыр сақтауға тырысады. Білім алуға тырысатын бала жәннаттық бала. Білім алу мұсылманның үшін өте маңызды. Құран оқиды, сабағын жақсы оқиды, дінін үйретеді. Жәннатқа ұмтылатын баланың қасиеттерін Аллах Тағала оны жақсы көреді, намаз оқиды, ата-анасын құрметтейді, адал, мейірімді, сабырлы, әдепті болады. Жақсылық жасауға асығып тұрады. Досым, Аллах Тағала сені әркез жақсы көріп, ата-анасын құрметтейтін, мейірімді, адал, әдепті бала етсін. Альхамдулиллахи роббил алямин. Біздің 30 күндегі 30 тақырыбымыз толығымен аяқталды. Дәл осы жолда менімен бірге болғаның үшін саған рахмет. Алла сенен разы болсын. 30 күнде 30 түрлі тақырыпты бірге талдадық. Бұл білімге бастар ең әдемі жолдың бастауы. Бұл жолда саған Алла береке, түсінік, ақыл, мейірім берсін. Іліміңді арттырып, жүрегіңді нұрға толтырсын. Я Раббым, білімімізді пайдалы ет, білімімізді қабыл ет, өзің мейірім рахмет, жәннаттық болуымызды нәсіп ет. Және осы дәрісті тыңдап отырған әрбір баланың, ата-анасының жәннаттық болуын нәсіп ет. Әмин. Аллаху акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.